Сәлеметсіздер ме, менің арнамның тыңдармандары, сіздерге Айдана Ізтілеуованың келесі әңгімесін ұсынбақшымын. Әңгіме ұнап жатса, пікір жазып, лайк басып және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің балалық шағымның басты кейіпкері менің әжем. Кішкентайымнан сол кісінің жанында жүріп өстім. Әжем мен үшін әке де, шеше де еді. Әкем мен анам анда-санда бірге тұрып, кейін қайта ажырасып жүретін. Ол кезде бала көңіл үшін бұл түсініксіз көрінеді. Қасымда тек әжем болса болды. Басқасы жай ғана түс сияқты еді. Анам өте сұлу әйел. Беті аққұба, қастары қиылған, жанары қарақаттай мөлдіреп тұратын. Мен оны әлемдегі ең әдемі адам деп санайтынмын. Бірақ уақыт өте келе оның сол сұлулығы өзі үшінде, біз үшінде қиындықтарға жол ашқанын түсіне бастадым. Ауылда жүргенде анамды көзімен аймалап қарайтын ер адамдарды жиі көретінмін. Сол бір ашық көздер мені ылғи алаңдатып жүреді. Кейін есейе келе түсінгенім, анамның сұлулығы тек мен емес, басқалар үшін де ерекше болған екен. Ал әкеме келсек, ол үйде көп болмайтын. Ақша табу үшін алыста жұмыс жасайды. Ол кеткенде анам жалғыз қалатында ауылдың әңгіме дастанына айнала бастайды. Жылдар өтіп, мен ересек өмірге қадам бастым. Жасым үлкейген сайын өмірдің шындығы айқындала бастады. Бір күні анамның сырын құлағым шалып қалды. Оны білмей-ақ қойғым келгенімен, уақыт бәрін көрсетіп, көзімді аша берді. Мен анамның әкеме адал болмағанын білдім. Бұл жүрегіме ауыр тиді. Өзім жақсы көретін, сыйлап жүрген анамның осы қылығы мені екі түрлі сезімге жетеледі. Реніш пен түсінбеушілікке. Көз алдымда өмір бойы адал болып келген бейнесі күл-талқан болды. Әкем де сау сиырдың боғы емес. Бетіне күлген әйелдерді құр жібермейтін. Қай жерден болса да орайын тауып көздегеніне жететін. Онысы бір күн болмаса, бір күні әжемнің құлағына жететін. Әжем байқұс соған ашуланғанынан, тұқымың көбейгір, қашан адам боласың, деп ақырғы сөзін айтып отыратын. Әкемнің сол әрекеттері бір жылдары біздікіне талай рет пәлекет шақырды. Көңілдес болған әйелдердің күйеулері де бірінен соң бірі келіп, есіктен кіре әкемді сабап, бар ашуларын шығаратын. Көрші қолаңның алдына тағы бір оқиға болып, абыройымыз төгілді деп кейде әжем шырылдап, "Қойсаңшы, балам, балаларыңды ойласаңшы", деп қанша жерден жалынғанымен әкем оған қарамады. Ақыры бір күні осы жанжалдан шаршап, әкем қалаға көшіп кетті де, бізді 4 баласын әжемнің қолына тастап кете барды. Бізді бағып, анамыздай аялаған әжем болды. Анам болса, туған сайын бір баланы қырқынан шығармай, кішкентай кезімізде әжеме әкеліп тапсыра беретін. Бейне бір өзі үшін өмір сүретіндей, бізді әжемнің мойнына іле берді. Солай, әжем бір басына 4 бала үшін анасындай, әкесіндей қамқор болып, таңнан кешке дейін кірімізді жуып, тамағымызды даярлап, бізге бүтін бір отбасының жылуын беріп жүрді. Қара күшке салса да, ол кісінің бар арманы бізді адам етіп өсіру еді. Бірақ бір қызығы, сол жылдар өткенде біз есейе келе, мен айнаға қарағанда өзімді әкеме қатты ұқсайтынымды байқайтын болдым. Әкемнің бет бейнесі менің жүзіме сіңіп қалғандай, ал басқа бауырларымның әрқайсының бейнесі бөлек. Ес білгелі әжемді қуантуға тырысып, үйдің тіршілігіне көмектесетінмін. Әжем маған мейіріммен қарайтын, ал мен оның жүрегінде ауыр сыр барын сезе де алмадым. Әжемнің құпияда қалған шындығы менің өмірімді түбегейлі өзгертті. Әке-шешем көп ұзамай ажырасып тынды. Біздің кішкентай ауылда бұл үлкен жаңалық болды. Менің анамның аты жаманға шықты. Маскүнем, жезөкше деп сыбырлап жататындарды естігенде намыстан жерге кіріп кете жаздаушы едім. Анамды жиі көрмейтінбіз, ол бізді іздемейтін.
Бала болсам да мұның дұрыс емес екенін түсіндім. Арада біршама жыл өтті. Мектепті бітіретін жылда жақындады. Басқалар оқуға түсудің қамын жасаса, мен ештеңе істегім келмеді. Тек әжемді уайымдайтынмын. Ол кезде әжемнің сырқаты барын да сезетінмін. Бәлкім, дәл солай қасында болуым керек деп ойлаған шығармын. Алайда әжем басқа ойда. Жарығым-ау, оқуды оқы, білім ал, болашақ наның, қолыңда бір дипломың болсын, деді ол бір күні маңдайымнан сүйіп. Әже, оқымаймын, сенің жаныңда боламын, ауырып жүргеніңді білем ғой. Қанша қырсықсам да әжем алған бетінен қайтпады. Өз қолымен мені қаладағы колледждерге жетелеп, ақыры мұғалімдік оқуға түсірді. Сол кезден бері әр нәрсені еске алған сайын әжемнің қырсыққа төзген сабырына, мені жамандықтан алыстатып, білім жолына салған қайратына таң қаламын. Ол тек менің болашағымды ойлаған, қиын болса да бәріне төзіп, маған барын арнаған. Мен үшін әжем тек қамқор адам ғана емес, өмірімдегі ең үлкен батыр. Колледжге түскеннен кейін өзімді еркін сезіне бастадым. Алайда демалыс күндері үйге асығып, әжемнің жанына оралатынмын. Әжемді жалғыз қалдырғым келмейді. Бар тірлікті жасап, үй ішін реттеп, бауырларыма қарайласып кететінмін. Олар да есейіп, енді әжеме қарап жүр. Жеке өмірімде де неше түрлі ұсыныстар болды. Жігіттердің көзі түсіп, маңайымда жүруге тырысып-ақ жатады. Бірақ ешбіреуіне көңіл бөлмедім. Мүмкін, бұл жүректің бала кезден басқаға байланғанынан болар. Әлі есімде. Кішкентай кезімде бізге көрші болған бір жігіт бар еді. Ауылдағы бала күннен ғашық болдым оған. Жеткіншек кезімнен бері сырттай бақылап келемін. Ол көрші жігіт үлкендеу, салиқалы, тәрбиелі. Үнемі сәлеміміз түзу, сыйластықпен амандасамыз. Мен оқып жүрген колледжде ол мұғалім болып жұмыс істейді. Баяғыда үйленгені есімде. Бірақ әйелі босану кезінде қайтыс болған соң жалғыз қалды. Оны көргенде жүрегім әлдеқашан өзімдікі емес екенін сезетінмін. Үміт оты да сөнер емес. Өз ойларымда қиялға берілемін. Ойша сол жігітпен бірге өмір сүріп, оған жар болып, әжемнің жанында қалу туралы армандаймын. Іштей сол мені көрсе екен, мені әйелі ретінде қабылдаса екен деймін. Онымен бірге болсам, әжемнің қасында да қала аламын. Өзім қалаған бақытты өмірде қасында болар еді. Бәлкім, бұл тек менің жас жүрегімнің үміті ғана шығар. Мен үшін ол ер адам әрқашан қол жетпес арман секілді. Көзіне тік қарауға батылым жетпейтін. Алайда жаным сол адамға қарай ауып тұрады. Қарапайым сәлемдесуінің өзі жүрегімді дүрсілдететін. Бір күні сол арманым күмәнға толы сезімімнің алдындағы адамға айналды. Ауылға қайтарда, оның көлігімен үйге жетуді ұсынғанда, ішімде әртүрлі сезімдер қақтығысып, өзімді жоғалтқандай болдым. Ұсынған көлікке отырар алдында аздап ойландым. Бірақ өзіне сендім. Көздері мейірімге толы сол жанның жанына отыра салдым. Үнсіздікпен көлік терезесінен ауыл жолын тамашалап отырғанда, жүрегім оның қасында болудың жылы әсерінен әлде бір тәтті күйге бөленді. Үйге жеткенімізде есіктен кірер-кірместен әжемнің үрейлі дауысы естілді. Әжемнің көздері бір түрлі алаңсыздықпен маған қадалып тұрды. Қарасы өткір еді. Ойбай, қарағым, қайдағы еркектің көлігіне мінгенің не? Енді ондайды қайталама, деп қатал үнмен зекіп тастады. Күтпеген осы сөздерден жүрегім дір ете қалды. Әжемді сабырға шақырып, әже, бұл тек колледждегі ағай ғой. Одан қорқатын ештеңе жоқ. Көрші де, сабақ беретін мұғалімім де өзі, деп әлдене айтуға тырыстым. Бірақ бұл сөздерім әжемнің қатулы жүзін жұмсартып, көңілін орнына түсірмеді.
Ол бәрібір сенімсіздікпен маған қарап, көлікке мініп, ер адамдарға жақындамауды қайталап ескертті. Әжемнің бұл мінезіне мән бермеуге тырыссам да, ішкі түйсігім ол босқа айтпайтынын сезгендей болды. Әжеме әлі де бұл адам жай ғана ұстазым деп ақталғаныммен, оның көз қарасында ауырлық бар еді. Әлденеден жасқанғандай, әлдебір өткеннің құпиясын жасырып жүргендей сезілді. Кейіннен ойланып, шын мәнінде осы адамның менің өмірімде кездейсоқ емес екенін, өткенде қалған ешкім білмейтін құпияның дәл осы адамға байланысы бар екенін түсіне бастадым. Жүрегімде оған деген сезімім тереңдей түсті. Алайда сол сезіммен бірге күмән да өсе берді. Көңілім оның шынайы болмысы жайлы ескі жараның орнын қайта ашқандай еді. Әжемнің көзіндегі әлдебір өкініш пен алаңсыздық маған да жұғып, өзім аңсаған бақыттың алдында жауапсыз сұрақтар қалғанын сездім. Бірінші курсты бітіргеннен кейін көрші әрі колледждегі ұстазым Сұлтан менің жігітім болып, өмірімнің ең жарқын сәттері басталды. Мен ол кісіге ғашық болудың қаншалықты керемет екенін алғаш рет сол кезде сезіндім. Сұлтан да мені шынайы бар жан-тәнімен сүйетінін айтқан сайын, жүрегімде тәтті үміт пен шаттық орнап, өзімді әлемдегі ең бақытты жан сезіндім. Ол әйелінен айырылып, содан бері ешбір қызға ғашық болмағанын айтып, маған арқа сүйеп, өз жанын маған ғана сеніп тапсырғысы келетінін жеткізді. Сұлтанның осы сөздері жүрегіме қуаныш сыйлап, өзіне деген сенімімді артыра түсті. Ол менен 11 жасқа үлкен болса да, болмысымен, сабырлығымен менің жүрегімді жаулай білді. Ер азамат ретінде тезірек үйлену туралы шешімге келді. Ал мен бұл ұсынысына қуана келістім. Сұлтанның адамдық қасиеттері мен ер мінезі жүрегімде ерекше орын алған еді. Ал оның ересек көзқарасы маған сенімділік сыйлайтын. Сұлтан бар салтты сақтап, алдымен жалғыз өзі әжеме барып мені сұрады. Бірақ ол сәт мен күткендей қуанышты емес еді. Әжем оның ұсынысын естігенде өңі бозарып, көзі шарасынан шыға жаздап, жүрегі ауырды. Батамды бермеймін, сендерге қосылуға болмайды, деп жан ұшыра қайталаумен болды. Мен әжемнің сөздеріне алғаш рет қарсы шығып, жылап тұрып, өз сезімімді білдірдім. Әже, сіздің келіспеуіңіз маған кедергі болмайды. Мен бәрібір Сұлтанға әйел боламын, деп батылдықпен айтып салдым. Әжем бұл сөздерімнен кейін сәл үнсіз қалып, ауыр күрсінді. Көзіне жас толып, бұл шындықты өзіммен бірге көрге ала кетемін деп ойлағам. Бірақ Алла айтқызуға мәжбүр еттің-ау, деп тамағына кептеліп қалған ащы шындықты ақыры сыртқа шығарып, ауыр үнмен былай деді. Сұлтан сенің ағаң, сен оның қарындасы боласың. Сол бір сәтте жүрегім суып, айналам тұманданып кеткендей болды. Әжемнің осы ауыр шындықты қалай айтқанын түсіне алмай, есім шығып, оның сөздерін іштей жоққа шығарып жаттым. Жүрегімдегі тәтті сезім, армандар, болашақ туралы барлық үмітім әп-сәтте күл болып желге ұшқандай болды. Сұлтанның жай ғана сүйіктім емес, туған ағам екенін білу, бұл шындық мені есеңгіретіп тастады. Әжемнің жанында отырып, жылап, өзіме сүйеніш болған жанның нағыз ағам екенін қабылдай алмай жылай бердім. Сұлтан әжемнің айтқан сөздерін жоққа шығарып, сенбей қайта-қайта өтірік деп қайталай берді. Мен де есеңгіреп тұрған едім. Алайда әжемнің бетінде өкінішпен қатар шындықты ашуға деген батылдық байқалды. Өз-өзіне келіп, ақырында бізге бәрін жайып салды. Балалар, бұл менің өмір бойы жасырып келген ауыр сырым, деп әжем ауыр күрсінді. Сендердің әкелерің 16 жасында Сұлтанның анасына ғашық болып, сонымен қосылғысы келді. Алайда мен қарсы шығып, оларды ажыратуға барымды салдым. Сол кезде жүрекке салмақ түсірген сол қате біз үшін мәңгілік жараға айналды. Әжемнің көзіне жас толып, қолдары дірілдей бастады.
Ол әрі қарай баяу да болса сабырмен шындықты жеткізуді жалғастырды. Сұлтанның анасы ол кезде жас қыз еді. Мен оның біздің отбасымызға келуін қаламадым. Бірақ тағдырдың тәлкегі болар, қыз жүкті болып қалған екен. Оны білген әкеңнің туыстары, ағайын тума бұл жағдайды елге жария етіп, әкеңді ұятқа қалдырды. Ал сұлтанның нағашы атасы мұндай масқараны көтере алмай, қызын малшы ауылдағы бір таныс ер адамға тұрмысқа берді. Сол кісі сұлтанның анасын екінші әйел етіп алған. Бірақ әлгі еркек сұлтанды өз баласы санамаған. Әжемнің сөздері ауырлай түсті. Ал біз естіп тұрғанымызға әлі сене алмай біраз тұрдық. Әжем әр сөзін тоқтата айтқан сайын жанымда сұлтанның сенімсіздікке толы көзқарасы мен қорқынышын сезіп тұрдым. Сұлтан дүниеге келген соң оның анасы шыдамай, өзін аямай өмірмен қош айтысты. Ол кезде кішкентай сұлтанды өзінің нағашы әжесі жанынан шығармай, ешкімге бермей өсірген. Міне, содан бері біздің отбасымыз бен олардың арасы суып, бір-бірімізге қас болып келдік. Екі жақта сұлтанның өмір жолын шындықты бұрмалап, әртүрлі жеткізіп келді. Әжемнің үні баяулады. Ал көздері жасаурап сұлтанға қарап, тізе бүгіп, қолдарын көкке жайып: «Балам, менің қателігім үшін кешір. Өз махаббатыңды табу бақытыңа кедергі болғаным үшін кешір», деп еңіреп жылап күнәсі үшін кешірім сұрады. Сұлтан әжемнің бұл әрекетінен әрі үнсіз қалды. Оның да жанары дымқылданып, санасында неше түрлі ойлар өтіп жатқанын сездім. Екеуміз бір-бірімізге ғашық болып жүріп, туған ағайын екенімізді білмей қалғанымызға сену мүмкін емес еді. Бұл ауыр шындық жүрегімізде мәңгілікке жара болып қалды. Сол күннен соң екеуміз екі жаққа кеттік. Қазір ол қай қалада екенін білмеймін. Инстаграм, тикток ешқандай әлеуметтік желіде жоқ. Мен сол күйі тұрмыс құрмадым. Мұғалім болып, мамандығымды жетілдіріп келемін. Ал әжем әлі күнге дейін аман есен өмірде бар. Ал құрметті тыңдарман, өмірден алынған келесі әңгіме өз мәресіне жетті. Әңгіме ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікірлеріңізді төменге жаза кетіңіздер.